Саламатсыңдар ма балалар? Қазір бізде қазақ тілі сабағы балар. Сабақтың басында мен сіздерге мына жұмбақты шешуді ұсынамын балар. Жұмбақ жемістерді суарып, бақшаларды баптайды, күрек кетпен көтеріп, тыным мүлдем таппайды. Бұл кім? Қалай ойлайсыздар, бұл кім? Жемістерді суарып, бақшаларды баптайтын. Бұл жұмбақтың жауабы бағбан екен. Егер сенің жауабың менікімен сәйкес болса, онда сен өте жарайсың. Бала, бағбан деген кім? Ол не істейді? Қалай ойлайсыздар? Жемістерді суарып, бақшаларды баптайды. Бағбан, яғни бау-бақшаларды баптайды, суарады, арам шөбін жуады, түптерін ақтайтын, ағаштарға, бау-бақшаларға күтім жасайтын адамды бағбан дейміз екен. Не істейді деген сұраққа жауап бердік. Енді не істейді деген сұраққа етістік жауап беретін есімізде бар. Енді етістік туралы тағы да не білетінімізді есімізге түсірейікші. Осы күнге дейін етістік туралы не өттік? Ол нені білдіреді, қандай сұрақтарға жауап береді деген секілді өздерің ойларыңды айтыңдаршы. Етістік туралы. Етістік заттың қимылын білдіреді, не істейді, қайтты, не қылды деген сұрақтарға жауап береді, екі сызықпен сызылады, дара және күрделі болып екіге бөлінетінін білеміз екен, барлығымызда. Ары қарай өткеніміз есімізге түссе, бүгінгі сабағымыздың мақсатын анықтап алайық. Бүгінгі сабақта біздің мақсатымыз балалар мәтіннің негізгі ойын анықтау, тақырыбын қою, дара және күрделі етістіктерді табу, нұсқаулық құрастырып үйрену екен бүгін бізде мақсатымыз. Енді осы қойылған мақсатымызға бүгінгі тапсырмалар көмек береді жету үшін. Ең бірінші тапсырма сіздердің оқулықтарыңыздың 83-ші бетіндегі 36-шы жаттығу. Яғни бұл жаттығуда не істейсіздер? Өлең кім туралы екенін табу керексіңдер. Осы өлеңге ат қою керексіңдер. Өлеңдегі негізгі ойды анықтау керексіздер. Ал мен оқимын, сіздер осы бойынша ойланып отырыңыздар. Елден алғыс алғанмын, мен бағбанмын, бақ қызығы керек пе? Кел балақай көмекке, адамға тән шыдам күш, балаға тән ынамдыз. Бағбан бала атансаң, айтам саған мың алғыс деген екен өлеңде. Ал өлең кім туралы? Өлеңге қандай ат қояр едің? Енді бұл өлеңдегі автордың бізге жеткізгісі келген негізгі ойы неде? Осы сұрақтардың жауаптарын маған WhatsApp желісі арқылы жазсаңыз болады. Ары қарай осы тақырып бойынша мысалы сіздер сабақ орындаған кезде сен алдымен не істейсің? Сабақ орындай жатсың, сен алдымен не істейсің? Қазір осы тапсырманы жаз десем мысалы. Яғни дәптерімізді ашамыз, кітабымызды ашамыз, құралдарымызды әзірлейміз. Содан кейін не істейсің дейді. Содан кейін отырып, ыңғайланып отырамыз екен. Бұл біздің нұсқаулығымыз. Яғни қай заттан кейін нені жасайтын іс-әрекетіміздің нұсқаулығы екен. Ары қарай біз қазір өзіміз де нұсқаулық құрастырып үйренеміз, және де дара және күрделі етістіктерді табамыз екен. Ары қарай бұны орындау үшін 37-ші жаттығу 83-ші беттегі тапсырмаға көңіл бөлуіңізді сұраймын. Бұған сәйкес сіздерде дискрипті тақырыпқа сай, жас бағбанның есіне тақырыбында нұсқаулық жалғастыр дейді. Бұған сәйкес сіздерде дискрипті тақырыпқа сай нұсқаулықты жалғастыр, нұсқаулықтан дара және күрделі етістіктерді тап деген. Мысалы, бірінші жас бағбанның есінде болу керек міндетті түрде. Үстіне қозғалуға ыңғайлы киім ки, яғни костюм шалбармен барып бақшаны күте алмаймыз, сол себепте ыңғайлы болу керек. Бас киім киюді ұмытпау керек.
Екінші, еңбек құралдарын қалай пайдалануды үлкендерден сұрап ал дейді. Ары қарай не істеу керек? Үшінші, төртінші, бесінші нұсқаулықтарды сіздер өздеріңіз жазып орындайсыздар. Дәл қазір бұл жұмыс жазбаша жұмыс. Видеоны стопқа қоя тұрып, бұл тапсырманы орындауға болады, балалар. Әрі қарай, балалар, нұсқаулық бойынша қазір сергіту сәтін жасаймыз. Дәл қазір қаламдарыңызды қойыңыздар, орындарыңыздан тұрыңыздар, қолдарыңызды беліңізге қойыңыздар, оң аяқтарыңмен 10 рет секіріңдер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сол аяқтармен секіріңдер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Қолымыз белімізде оңға 2 рет иілеміз. Солға 2 рет иілеміз. Орнымызға отырамыз. Отырғаннан кейін көзімізді жұмамыз. Ашамыз. Қайтып жұмамыз. Қайтып ашамыз. Тағы жұм. Тағы аш. Көзіңнің қарашығын айналдыр. Яғни мен сіздерге нұсқаулық айттым. Сол нұсқаулық бойынша сіздер өз денелеріңізді сергітіп алдыңыздар, балалар. Нұсқаулық деген осындай үлгіде болады, әртүрлі тақырыпта. Бұл менде нұсқаулық денемізді сергітуге байланысты. Ары қарай біздің мақсатымызға қол жеткізетін тапсырма бұл кітаптарыңыздың 84-ші бетіндегі 39-ші жаттығу. Бұған сәйкес дескриптор, жұмбақты оқисыздар. Екінші, қатесіз әдемі етіп көшіріп аласыздар. Шешуін табасыздар және күрделі дара етістіктерді тауып анықтайсыздар. Дара болса үстіне д деп қоясыздар, күрделі болса к деп қоясыздар. Міндетті түрде 2 сызықпен сызуды ұмытпаңыздар, балалар. Келесі, балалар, біздің 39 жаттығуды орындап болсаңыздар, келесі 40-шы жаттығуға назар аударыңыздар. 40-шы жаттығуға мына суретте көріп тұрғандай, сіздердің оқулықтарыңыздың 84-ші бетінде орналасқан бұл кітапта тапсырмада дескриптор берілген сотқар мысық тақырыбы бойынша әңгіме құрастырасыздар ауызша. Бұл құрастыру үшін сіздер тірек сөздерді пайдаланасыздар. Тірек сөздерді қайда? Бұл кітаптың оқулықтарыңыздың мына жерінде суреттің астында тірек сөздер берілген. Сол сөздерді пайдаланып ауызша әңгіме құрастырасыздар. Келесі, енді жазбаша орындалатын тапсырма. Бұл осы кітаптың мына жақ бұрышында қызыл нүктемен берілген, яғни сіздерге дескрипторға еңіз қойдым. Дене жарақаты кезінде көрсетілетін алғашқы көмек нұсқаулығын құрастыр. Мысалы, бұл жерде мысық кірпіні ұстап алам дегенде қолына енесі кіріп кетеді. Сосын қолы қанайды. Ары қарай не істеу керек мысық? Қалай ойлайсыңдар? Сол бойынша нұсқаулық құрастыруыңызға болады, балалар. Яғни бұл соңғы 3-ші дескриптор, бұл жазбаша орындайсыздар. Бүгінгі сабағымыздағы мақсатымыз мәтіндегі негізгі ойды анықтау, тақырыбын қою болды. Біз анықтап қойдық, бағбан екенін анықтадық, оған ат қойдық, дара және күрделі етістіктерді тауып нұсқаулық құрастырып үйрену. Дара және күрделі етістіктерді таптық, нұсқаулық құрастырып үйрендік. Енді осы біздің қойылған мақсатымызға сай өз жұмысыңа өзің баға беріп көр. Сен осы мақсатқа жеттің бе? Жету үшін қай тапсырма саған көмектесті? Жетпесең неліктен жете алмай қалдың? Деген секілді өз-өзіне баға беріп, өз жұмысыңды өзің бағала. Бүгінгі біздің қазақ тілі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.